Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай рецептпен осындай керемет чак-чак дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен бір жасап көріңіздер, бір жасағаннан ұқсап шығатын, осылай бірігіп әдемі болып тұратын чак-чактардың бірі. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз, 1 шай қасық тұз саламыз, сосын 1 шай қасықта жартысынан келетін осылай көлемде ас содасын саламыз да жақсылап араластырып ұн салып отырып қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қаттылықта илеп, пищевой пленкамен орап бір 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Міне 15 минуттан кейін алып, қамырды бас жағында ұндап жібереміз да, жайып аламыз. Егер қамырларыңыз жабыспайтын болса, ұндамай жайсаңыздар да болады. Міне қамырдың қалыңдығы мына осындай болу керек. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Енді осыны дәл осындай ретімен кесетін болсаңыздар, пісіретін чак-чактарыңыздың размері барлығы бірдей болып шығады. Қарасаңыздар, қамыр қатты жұмсақ емес, орташа қаттылықта болғандықтан, міне кесіп атқан кездің өзінде қамыр ешқандай бір-біріне жабыспайды. Сол үшін қамыр илеген кезде қатты жұмсақ етіп қоймаңыздар, шамалы қаттылау етіп илесеңіздер, осылай чак-чакты кесіп атқан кезде сіздерге ыңғайлы болады. Міне осылай ешқандай жабыспай әдемі болып шықты. Қазір барлығын кесіп аламыз. Міне барлық қамырды кесіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған майды тексеріп аламыз. Қараңыздар, қызып тұр екен біздің май. Енді осыған осындай аздап қана салып отырып пісіреміз. Көп салудың қажеті жоқ. Майдың көлемі көбірек болу керек. Сосын осылай қазанда немесе шұңғырлау ыдыста пісіріңіздер. Табада пісіруге болмайды чак-чакты. Соны ескеріңіздер. Неге осылай үлкенде ыдысқа майды молдау етіп құясыздар да, майды қатты қыздырып алып, сосын орташа отта осылай қызарғанға дейін барлығын ретімен пісіріп аласыздар. Қараған болсаңыздар, міне бір уыс қамыр салып жатырмын. Одан артық салмаңыздар. Міне барлық чак-чактарымыз осындай үлкен бір тостақта осындай болып пісіп шықты. Қараңыздар. Өте әдемі болып қызарып шықты. Енді осыны мен араластыруға ыңғайлы болсын деп үлкендеу шұңқырлау ыдысқа салдым. Енді біз соусын дайындап аламыз. Ол үшін біз ыдысқа шекер саламыз. Сосын су құйып, оны жақсылап араластырып, бір қайнап шыққанға дейін араластырып тұрамыз да. Бір қайнап шыққан соң мед саламыз. Мед табиғи болса өте керемет болып шығады. Осының өлшемін, грамдарын барлығын мен описана жазып қалдырамын. Міндетті түрде қарап алыңыздар. Мінекей сиропымыз дайын. Сиропты ыстық күйінде осылай чак-чактың бетіне құямыз да. Енді егер сіздер мейіз қосатын болсаңыздар, мейізді, сосын жаңғақты салып алыңыздар осы сәтте. Мен қара мейіз қостым және де жаңғақ қостым. Жаңғақты шамалы майдалап жіберіңіздер. Енді осыны мен ыдысқа форма беру үшін осылай шұңқырлау легенге салдым. Қаласаңыздар, кәдімгі 4 бұрышты форма беретін ыдыстарға салсаңыздар болады, немесе жай ғана тарелкаларға үйіп тұрып салып шықсаңыздар да болады. Қазір мен ең соңында көрсететін боламын. Мінекей, пищевой пленка төсеген себебім ыдыстан алып, қазір мен бұны
қалыңдау етіп 4 бұрышты етіп жасаймын. Мінекей қараңыздаршы. Қаласаңыздар осылай пищевой пленкамен осылай алып өздеріңізге ыңғайлы етіп 4 бұрышты биіктеу етіп жасаңыздар, қаласаңыздар сол ыдыста тарелкада қала берсе де болады. Міне артылып қалғанды ыдысымызды астын майлаймыз. Сосын қолымызды сулап осылай формаға келтіріп, осы екеуін енді кемінде 2-3 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Қараңыздар, астын майлағандықтан астына жабыспайды. Міне чак-чактарымыз дайын. Осылай әдемі болып шықты. Ас болсын. Егер ұнаған болса, рецептпен достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.